Англия және Қытай үкіметтерінің хат алысуынан империализм туралы не біле аламыз? 19 ғасырдың басында манчжурлар билігіндегі Қытайда ортағасырлық феодалдық қатынастар үстемдік етті. Жалпы қоғам өмірі ежелден келе жатқан конфуцийлік дәстүрлер деңгейінде қалды. Қытай халқы мемлекет басында отырған манчжур үстемдігіне наразылық күрес жүргізумен болды. Үкіметке қарсы бағытталған құпия ұйымдар көбейді. Мысалы, ақ лотос, аспан ақыл парасаты, тағы басқа құпия ұйымдар манчжурларға қарсы күрес ұйымдастырды. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында Цин империясы әлсірей бастады. Елдің экономикалық жағдайы, тұрмысы нашарлады. Халықтың манчжур үстемдігіне наразылығы өршіді. Цин империясының ішкі дағдарысына сыртқы әсерлер де қосылды. Қытайға ағылшындардың отарлық әрекеті күшейе бастады. Христиан дінін тарату мақсатымен Қытайға европалық миссионерлер сонау Мин дәуірінде келе бастаған болатын. Цин өкіметі алғашқы кезде европалықтармен жақсы қарым-қатынас орнатты. Қытайда миссионерлер көбейіп, европалықтар үшін жағалаудағы порттар ашық болды. Бірақ 18 ғасырға қарай жағдай күрт өзгерді. Қытай европалық миссионерлердің қызметінен бас тартып, христиан шіркеулерін жауып, миссионерлерді елден қуа бастады. 18 ғасырда Цин билігі қытайлықтардың басқа шет елдермен байланысын қатаң бақылауға алды. 1757 жылы император Цянь Лун европалықтардың Қытайға келуіне тыйым салды. Батыс державалары, оның ішінде Англия, Қытай сауда нарығына кіруге табандылықпен күресуге кіріседі. Осы кезде ағылшын королі 3 Георг Қытайдың императорына хат жазады. Біз барлық елдермен бейбіт өмір сүруге қуаныштымыз. Қазіргі уақыттағы Қытай мен Ұлыбритания секілді ұлы және өркениетті елдер арасындағы достық пен қайырымдылық байланыстарды кеңейту үшін өте қолайлы. Сондықтан екі елдің арасындағы сауданы дамытуымыз қажет деген екен. Төтенше және өкілетті елші Джордж Маккартни апарған сенімді грамотада біз жоғары биліктегі бауырласпыз. Бауырластық сүйіспеншілігіміз әрқашан арамызда болуы керек деп жазылған. Қытай императоры Цянь Лунның Англия короліне жауабы. Қытаймен сауда жасайтын барлық европалық мемлекеттердің саудагерлері бірнеше уақыттан бері Кантонда сауда-саттықпен айналысады. Өнімнің барлық түрлері біздің империямызда өндіріледі және біз басқа елдерден келген өнімдерге мұқтаж емеспіз. Қытай әсіресе шәй, жақсы ыдыс-аяқ, жібек және басқа заттарымен әлемге танымал. Келген елші сіздердің саудагерлеріңіздің кемелері Чжэцянь провинциясындағы Нинбо және Цзюцянь қалаларына, немесе Чили провинциясындағы Тяньцзинге немесе басқа жерлерге тоқтауын сұрады. Ертеден келе жатқан ереже бойынша европалық саудагерлер тек Кантонда ғана сауда жасап келген. Көптеген жылдар бойы сіздің саудагерлеріңіз бұл шешімге мойынсұнған болатын. Нинбо және Тяньцзинь қалаларында сауда үшін қолайлы ешқандай үй жоқ. Егер сіздің кемелеріңіз сол жерге барған жағдайда, онда олар не сатып алады? Сонымен қатар, осы жерлерде аудармашылар жоқ. Ешкім сіздің тіліңізді білмейді. Сіздер үшін ол жерде ешқандай пайда жоқ. Бұл жерге сауда жасауға мен келісім бере алмаймын. Сіздің елші Пекинде сауда жасайтын орынды сұрап отыр. Бұған біз келісе алмаймыз. Біздің астанамызға барлық ұлт өкілдері барады. Сондықтан да мұнда заңдар ерекше қатаң және ауыр. Шетелдіктер үшін Пекинде сауда жасауға ешқашан жол берілмеді. Кантонда басқа европалық саудагерлермен сауда жасау мүмкіндігі артады. Ол жер сауда кемелерінің кіріп шығуына өте қолайлы. Сіздің еліңіз
Қытайдан қашық солтүстік батыс Европада орналасқан. Егер Пекин сіздің сауда орныңыз болса, жол сапары үлкен қиындықтар әкелер еді. Мен ресейліктер Пекинде сауда жасайтын орынға ие болғанын білемін. Бірақ Кяхта сауда-саттық орнына айналғанға дейін бұл тек уақытша болды. Кяхта сауда орны дайын болған соң, олар сонда жіберілді. Ешкімге Пекинде қалуға рұқсат берілмеді. Сіздің адамдарыңыз Кантонда сауда жасағаны сияқты, қазір ресейліктер Кяхтада сауда жасайды. Сіздің елшіңіз Цзюшан шағын аралын ағылшын саудагерлеріне сауда үшін беруін сұрады. Бірақ осы аралда аудармашылар жоқ, коммерциялық үй-жайлар жоқ, ал кемелерден басқа жерде ұзақ уақыт қалуға болмайды. Сіз сондай-ақ Кантон мен Макао маңындағы шағын ауданда жаңа аймақтарды иемденіп, өз саудагерлеріңіздің еркін жүзіп жүргенін қалайсыздар. Бірақ мен Қытай императоры Цянь-Лунь оған рұқсат бере алмаймын деп Англия короліне жауап береді. Шетел саудагерлері Гуанчжоу маңында жаз бен көктем айларында ғана бірнеше айға Қытай жерінде болуға рұқсат етілді. Қытай өкіметі шетелдіктердің қытайлықтар туралы қандай да бір мәлімет жинауына бақылау орнатты. Жергілікті қытайлардың шетелдіктерге Қытай тілін үйретуіне қатаң тыйым салынды. Ағылшын үкіметі енді Қытай үкіметінен шетелдік сауда үшін барынша ашық болуды талап ете бастайды. Ағылшын саудагерлері Қытай сауда нарығында үлкен сұранысқа ие бола алатын шетелдік тауарларды іздестіре бастайды. 19 ғасырдың ортасына қарай Қытай экономикалық және әскери күш-қуаты жағынан батыс елдерінен әлдеқайда артта қалып қойды. Капиталистік Англия өз тауарларын өткізетін сыртқы нарық ретінде Қытайды ашуға кірісті. 18 ғасырдың соңынан бастап Англия Қытайға 3 елшілік аттандырды. Қытай өкіметі Гуанчжоудағы Гунхан сауда монополиясына ғана рұқсат берген болатын. Алайда ағылшын саудагерлері Гуанчжоу порты арқылы Қытайға қарақшылық жолмен апиын әкеліп сата бастады. Апиынның зардабынан шаруашылық күйреуге ұшырап, халық азғындауға айналды. Цин үкіметі саудаға тыйым салғанымен, ағылшындар жасырын контрабандалық жолмен апиын әкелуді жалғастыра берді.